Алғашында футболшы болғам. Әкем марқұм футболист болған. Футболшы болғансыз ба? Мәссаған. Футболшы болғам 2007 жылы. Сонда сіз футболмен тұрақты түрде айналысқансыз ба бұрын? Иә, ауылда айланысып, жаттығып кәдімгідей. Сосын чемпионаттарға қатысып. Ауыл аралық қой енді, район аралық. Әкеңіз кәсіби футболист болған ба? Аха. Қай командада ойнаған? Қуатта ойнаған ғой, Таразда. Футболисттің ұлы көкпаршы. Көкпаршы болып кеттім, мен маған ат жақын болды. Ат жақын болды, иә? Ат жақын болды. Бірақ доп тепкенде серке тартқан қиын ба әлде қайда? Жоқ, маған қазір қиын емес, екеуін де қатар алып жүргенім болады. Арасында футбол ойнайсыз ба? Енді оқу жаттығу жиында біз доп ойнаймыз ғой. Спорт салалар футбол ойнаймыз, қыстың күні жаңағы басқа өңірлерге барғанда оқу жаттығу жиына барғанда доп ойнаймыз, сол жерлерде ойнаймыз. Ал қазір өзіңіз футбол қарайсыз ба? Қараймын. Қай командаға жанкүйерсіз? Енді қазір Қазақстан ойнаса қараймын, әйтпесе неге қараймын ғой? ПСЖ-ға қараймын. ПСЖ-ның жанкүйерсіз ба? Болды.